Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жылда өзімнің жабатын қия жабу әдісімен бөлісетін боламын. Пайдаңызға жараса каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен қиярымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. 2-3 қайтара жуасыздар, және де қиярымыз ешқандай бүлінбеген, таза болуы қажет. Екі жағын шетін кесіп аламыз да, дәл осылай салқын суға кем дегенде 4-5 сағатқа қалдыратын боламыз. Ең ұзағы 7-8 сағатқа дейін ұстасаңыздар болады. Міндетті түрде суларыңыз салқын болуы қажет. Екінші кезекте біз банкаларымызды суға булап алуымыз қажет болады, яғни су моншасына қойып аласыздар. Өздеріңізге ыңғайлы етіп булап алсаңыздар болады, және де осылай мантоваркамен барлығын бірге булап алсаңыздар да болады. 2 литрлік банкілерді 15 минут ұстаймыз. Ендігі кезекте банкіға салатын заттарымыздың барлығын дайындап қоямыз. Ең алдымен бізге осындай лава жабыра қажет болады. Міндетті түрде сапасын жақсынан алыңыздар. Сонан кейін екінші кезекте бізге қара бұрыштар қажет болады. Бұны кез келген дүкеннен таба аласыздар. Осындай түйір қара бұрышты алыңыздар. Сонан кейін бізге осындай банкіге жабуға арналған укроптар және хрен жапырағы қажет болады. Хрен жапырағын қоспасаңыз да болады. Және де қант 70%-ық уксус қажет болады. Міндетті түрде уксустың сапасы жақсы, мерзімі өтіп кетпеген болуы қажет. Онан кейін бізге тұз және де сарымсақтар қажет болады. Сарымсақтарымызды жақсылап ашып, осылай алдын ала дайындап алатын боламыз. Және де банкіге жабуға арналған құрал қажет болады. Ондай құралды өзіңізге қалағанын пайдалана берсеңіздер болады. Оның неше түрлісі бар. Мінекей, енді банкімізді жауып бастаймыз. Барлығын булап алғаннан кейін ең алдымен астыңғы бөлігінде осындай укропымызды және хрен жапырақтарымызды салатын боламыз. Егерде сіз мүлде банкі жауып көрмеген болсаңыз, міндетті түрде осы әдіспен жауып көріңіз. Ешқандай дәрі қосылмайтын, тіптен лимон қышқылын да қоспаймыз. Ешқандай атылмайтын сенімді рецепт. Мінекей, барлығын жақсылап салып болғаннан кейін қиярларымызды салып бастайтын боламыз. Барынша үлкендеу қиярыңызды осылай банкінің астына қарай жіберетін боламыз. Қиярларымызды тығыздап саламыз, және де видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай банкіні қолыңызбен айналдырып отырып, жиектеріне, ортасына, барлық жеріне салып шығамыз. Ешқандай да қорықпай тығыздап сала беріңіздер. Қиярымыздың бір бөлігін салып болғаннан кейін осындай сарымсақтарымызды салатын боламыз. Яғни мен бұл жерде 3-4-еуін салдым. 2 литрлік банкі болғандықтан, егер сіздерде 1 литрлік болса, 2-еуін немесе 3-еуін салсаңыздар да жеткілікті. Сарымсағымызды салып болғаннан кейін үстіне тағы да жақсылап тұрып қиярларымызды салатын боламыз. Дәл осы қиярдың үстіне өзіңіз қалаған помидор салсаңыздар да болады. Бірақ та мен дәл осы банкіні толық қиярмен жабатын боламын, яғни ешқандай артық ешнәрсе қоспаймын. Бетіне дейін жақсылап толтырып шығамыз да, шамамен 15-20 штук болатын осындай түйір қара бұрышымызды ішіне салып шығатын боламыз. Және де үстіне қазір лава жапырағын саламыз. Бетіне дейін осылай толтырып салып, қолыңызбен нығыздап жіберсеңіз болады. Мінекей, бізде бірінші банкіміз дайын болды. Мен бұны тек қана қиярмен жаптым. 3 түрлі әдіспен жабатын боламын. Сіздер өздеріңізге ұнаған әдіспен жапсаңыздар да болады. Мінекей, екінші банкімізға тура осылай салатын боламыз, бірақ мен осындай тәтті бүріш қосатын боламын. Тәтті бүріш қоссаңызда дәмі ерекше болып шығады. Қалған 2 банкіні осы тәтті бүріш қосып жабатын боламын. Жиектеріне осылай қосып салып алатын боламыз. Яғни бұл жерде бізге бір тәтті бүріш кетеді. Және де дәл осы бірінші банкіге қалай салдыңыз қиярды, тура осылай салып шығатын боламыз. Қысқа банкі жабуды әркім әртүрлі жасайды. Егер де сіз жасау білмейтін болсаңыз, осы қарапайым әдістен бастап көріңіз. Қиярымызды салып болғаннан кейін үстіне тағы да сарымсағымызды және қара бұрышымызды саламыз. Бетіне осылай бірінші видеода көрсетілгендей қиярымызды және де тәтті бұрыштарымызды турап толтырып салып жіберетін боламыз. Бұл банкінің ішіне де қазір лава жапырағын салатын боламыз. Мен бар жоғы 7 банкі жабатын боламыз. Біздің отбасымыз шағын болғандықтан, осы бізге 2 литрліктен 7 банкі толықтай жетеді. Лава жапырағын көп салудың қажеті жоқ. Үстіне 3-еуін, 4-еуін салсаңыздар жеткілікті. Үшінші әдіспен мен қызанақ қосып жабатын боламын. Тура алдыңғы банкілердегідей осылай қиярымызды ұзынша етіп салып шығатын боламыз. Тағы да тығыздап сала беріңіздер. Помидорларыңызды, яғни қызанақтарыңызды жақсылап жуып, тазалап аламыз да, түбін осылай крестик жасап, яғни қосу белгісін жасап, кесіп шығатын боламыз. Бұл банкіге де тура солай сарымсағымызды, қара бұрышымызды және де лава жапырағын салып барлығын осылай банкілерімізді дайындап қоятын боламыз.
Мінекей банкілердің барлығы дайын тұр. Енді кезекте үстіне қайнап тұрған, астын өшірмей ыстық суды, сақырлап тұрған ыстық суды толтырып құйып шығатын боламыз. Барлығына осылай толтырып бетіне дейін құйып шығатын боламыз. Менде бары 7 банкі, осының барлығына бірден құйып шығамыз. Және де құйғаннан кейін бірден осылай крышкамызды жауып отыратын боламыз. Құрметті менің көрерменім, егер менің әдісім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде видеоға лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Банкілерге суымызды құйғаннан кейін 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткеннен кейін суының бәрін төгіп тастайтын боламыз. Арнайы осындай крышканың көмегімен төгіп тастасаңыздар ыңғайлы, бұл кез келген магазинде сатады. Суын төгіп тастағаннан кейін қайтадан жаңадан су құйсаңыздар болады, немесе сол төккен суды қайтадан жақсылап қайнатып, қайтадан құйсаңыздар да болады. Банкілеріміздің барлығын суын төгіп тастағаннан кейін тұз шекерін салатын боламыз. Менде 2 литрлік банкі болғандықтан тұздан 2 ас қасықты толтырмай салатын боламын. Егер де сізде 1 литрлік банкі болса, 1 ас қасық тұз салсаңыз да жеткілікті. Ал қантымызға келетін болсақ, қантымызды 1 ас қасықтан толтырып салатын боламын. Және де 70% уксусымызды осы жерден құятын боламыз. Әр банкіге әртүрлі құйылып кетпес үшін осылай кішкентай ыдысқа уксусымызды құйып аламыз. Бұл 70% болғандықтан өте аз мөлшерде қосамыз. Яғни осылай көріп тұрғандарыңыздай шай қасықпен жартысынан ғана және одан да аз қылып құйсаңыздар жеткілікті. Міндетті түрде уксусты абайлап қосыңыздар, өйткені қыста ашқан кезде уксустың дәмі шығып тұрады, дүкеннің қияры сияқты болып қалады. Суымызды қайтадан жақсылап қайнатып алдық та, банкінің үстіне тағы да жақсылап құямыз. Міндетті түрде суды құйған кезде ортасына асықпай жайлап құйыңыздар, өйткені банкіңіз сынып кетуі мүмкін. Бойын суытпай, осылай бірден өзіңізге ыңғайлы осылай банкі жабатымен жауып тастасаңыздар болғаны. Банкамызды жапқаннан кейін осындай қолмен көрсетіп тұрған жерін, яғни крышкамыздың түбін жақсылап тексереміз, яғни резинкасы қысылып, жақсылап жабылуы қажет. Мінекей барлығын жауып шықтық. Енді кезекте төңкеріп қоямыз да 2 күнге жылы жерде қалдыратын боламыз. Мінекей біздің банкаларымыз дайын болды. Қыста рахаттанып жейтін боласыздар. Құрметті менің көрерменім, егер менің видеом ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп видеолармен бөлісемін.